Ана 9 жасар қыз алу дегенді айтайын сен. Не ол 9 жасар деген? Ана Айша аналарыңды 9 жасында алған екен ғой. Соған қатысты. Марқұм ұстаздарың айтыпты ғой соны сондай. Соған қатысты. Жасында алған деген видеосы, о жарып жатыр енді. Ол не енді? Енді соны айтып берейін ба? Айтса, соны бір дәлел, осыны дәлелдесең мен болды, мен осы жерде мен жігітше мойындаймын енді. Ислам қабылдайсың ба сөйтіп, осыны дәлелдеп берсем? Егер мойындап деп ғой, егер дәлелдеп, соны маған жеткізе алатын болсаң, жақсы. мен қабылдаймын, мен еркекше қашпаймын. Бол, бисмилла. Дәлелдеп берейін. Біріншіден, имам Бұхари мен Муслимнің хадис жинақтарында, тәпсір бөлімінде Бұхаридің Фадауилул Құран деген тарауында Юсуф ибн Махик былай деп айтады. Айша анамыз Алла тағала пайғамбарына көрсет. Жасын айтып берейін деп жатырмын ғой, енді осы дәлелден тыңдасай. Ендеше біліп қойсын, жақында ол қауым жеңіліс тауып ту сыртын беріп қашады деген Хамар сүресінің аят түскен кезде мен ойын баласы едім дейді. Демек, Хамар сүресі бұл Меккеде ай жарылған кезде түскен аят. Және Ибн Аббастың, Әзірет Османның, Имам Жахфардың көзқарасы бойынша бұл Хижридің 5-ші жылы болған деп айтылады. Демек, хадисте келетіндей жария сөзі ойын баласы деп аударылса, бұл ойын баласы деген 9-11 жас қыз балаға айтылады. Демек, біз осы сүреге сай есептейтін болсақ, Айша анамыз осы сүре түскен кезде 9 жаста болады. Оның тұрмысқа шығуы хижреттен кейін, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Меккеде Мединеге қоныс аударғаннан кейін 8 айдан соң Бәдір шайқасынан кейін болады. Бұл шамамен 624 жыл милади. Енді біз азайтамыз. 624 азайтамыз. Жаңағы аят 614 жыл түссе, шамамен 614-тен 605 азайтсам 9 болады. 9 болады, дұрыс па? 9 жаста аят түседі. Енді демек 605 жыл туылды деген сөз шамамен. Енді сұрақ, 624-тен 605 азайт қанша болады? Қанша болады? Пожалуйста, бұл бірінші дәлел. Екінші дәлел келтірейін. Айша анамыздың Асма деген әпкесі болған. Ибн Хаджар Ал-Асқаланидың дерегіне сәйкес, Асма бинт Абу Бәкір. Асма әпкесі 10 жасқа үлкен болған. Енді соның жасымен мен саған есептеп берейін. Асма Хижреттің 73-ші жыл 100 жаста қайтыс болады. 100-ден 73-те айтамын 27. Демек, бұл Хижретке 27 жыл қалғанда туылды деген сөз. Демек, Хижрет бізде 622 жылы болса, Асма 595 жыл туылған болып саналады. 595-ке 19 қосса қанша болады? 595-ке 19 қосса қанша болады? 605. 605, пожалуйста. Яғни, Бәдір шайқасынан кейін 8 айдан соң тұрмысқа шығатын болса, Хижреттен соң, онда біз 624-тен 605 айтсақ, сонда 19 жас болып шығады. Яғни, шамамен 18 жас, 8 ай, 19. Бұл екінші дәлел. Үшінші дәлел келтірейін. Имам Муслим жеткізген бір хадисте Айша анамыздың Бәдір шайқасына қатысқанын жайлы айтылады. Мына Имам Муслимнің Китабул Джихад ва Сияр деген кітабында біз теректің астына жете бергенімізде артымыздан қуып жетті деп айтылады. Яғни сол шайқаста су тасып жүрді деп айтылады. Сахаба Анас Ухуд шайқастарының естеліктерін алған кезде мен Айша мен Умме Сүлайымның білек сыбанып су тасып жүрген көрген едім деп айтады. Бұл Бұхаридің Китабул Джихад ва Сияр кітабында. Демек, Ухуд шайқасы милади санау бойынша 623 жыл өтетін болса, біз 9 жаста үйлендік дейтін болсақ, жоқ, не үшін Бұхаридің хадисінде 9 жасында деп келді онда? Оны түсіндіріп берейін себебін. Арабтарда мынандай нәрсе бар. Арабтарда жалпы хазф логикасы деген нәрсе бар. Хазф логикасы деген сөз, мәселен, қысқартып айту. Мысалы, арабтарда басмәлә деген сөз жоқ, ол бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөздің қысқартылғаны. Болмаса жаңағы хауқала деген сөз жоқ, ол ла хаула ва ла қуввата илля билля деген зікірдің. Сол секілді жасқа байланысты да қысқартып айту деген сондай диалект болған. Мәселен, көшеде бір қыз кетіп бара жатса, жүгіріп 10 жасы 16-да болса, мен 6-тамын деп айта салатынмын. Мысалы, сен қай жылсың деп сұрақ қойсам, сен 95 болсаң, сен 95 деп жауап бересің. Бірақ сен 1995-те тудың, дұрыс па? Мысалы деп жатырмын да. Дәл сол секілді осындай қысқартып айтылған. Сондықтан да ғалымдар айтады, хазф логикасына сай 9 деген 19 жас болуы мүмкін дейді. Сосын екінші себебі хадисте өтіп келген, мысалы, ежелгі арабтарда етеккір келгеннен бастап қыздың жасын есептеу бастаған. Демек, оның 9 жасында етеккір келе бастаған болса, сол жастан бастап бірде деп қалай есептейтін болған. Сондықтан да осындай оның себептері бар. Түсіндің ба? Балиғат жас деген қалай бекітілді сонда? Ау? Балиғат жас деген қалай бекітілді сонда? Енді қара, осыған қатысты айтайын. Балиғат жасына қатысты айтайын. Жалпы балиғат жасы деп отқанымыз бұл ер мен әйелдің былайша айтқанда
жетілу деген сөз ғой енді, бәлаға деген жетілу. Былайша айтқанда жыныстық рухани тұрғыдан жетіле бастаған шағы, яғни қыз балалар 9, ұл балалар 12 жастан бастап балиғат деп айтылады. Бірақ бұл некелесу жас емес, бұл жауапкершілікті, яғни құлшылықты өтей алатын, ақыл есі кіретін жас деп бекітіледі. Сондықтан да мына сахаба Анас ибн Малик айтады, өзінің балиғатқа толған былай еске алдым дейді. Яғни ихтилам болған кезде маған енді әйелдердің ортасына кірме деп айтты дейді. Ихтилам деп отқанымыз мәнидің сыртқа шығу. Мәни деп отқанымыз ер адамдағы болатын сұйықтық. Яғни сол сыртқа шыққан соң ол өзінің сондай бір жетілгенінің бір белгісі да. Сондықтан да сол балиғат деген сол. Үндей алдың ба? балиғат жасқа толған кезде өзі тұрмысқа шыға беруге бола ма? Балиғат жасқа толғаннан бастап сен құлшылығыңды өтей аласың, яғни Алланың бекіткен парыздарын орындау міндеттеледі. Яғни балиғат, былайша айтқанда, бұл үкімді орындай алатын ақыл есі жетілген кезең. Бұл некелесу жасы емес. Түсінесің ба? Түсіндім. Енді қанағаттандың ба енді? Қалай дейді? Қанағаттандың ба жоқ па?